Құқық саласына қатысты аудармалар. Сәлеметсіздер ме, Қатемен жұмыс жобасының тыңдармандары. Бүгінгі сабақта заң саласына қатысты аудармалар туралы сөз қозғайтын боламыз. Заң мамандығындағы заңдардың, нормативтік құқықтық актілер мен тағы да басқа құжаттардың едәуір бөлігін терминдер құрайды. Ал осы терминдердің негізгі мақсаты бір ұғымды білдіріп, бірыңғай түсінілуі тиіс. Қазір назарларыңызға жиі кездесетін аудармалар туралы айтатын боламыз. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің жалпы бөлімінің орыс тіліндегі нұсқасында гражданские отношения могут регулироваться обычаями, в том числе обычаями делового оборота, если они не противоречат гражданскому законодательству, действующему на территории Республики Казахстан, деп көрсетілген. Қазақша аудармасы: азаматтық қатынастар, егер әдеттегі құқықтар, соның ішінде іскерлік қызмет өрісіндегі әдеттегі құқықтар Қазақстан Республикасы аумағында қолданылып жүрген азаматтық заңдарға қайшы келмесе, солармен реттелуі мүмкін, деп көрсетілген. Мұнда обычаями деген сөзді әдеттегі деп қате аударған. Дұрысы әдет ғұрыптағы. Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінің жалпы бөлімінің орыс тіліндегі нұсқасында: по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества, деп көрсетілген. Аудармасы: ерлі зайыптылардың бірінің міндеттемелері бойынша жаза өз меншігіндегі мүлікке ғана, сондай-ақ бұл мүлікті бөлісу кезінде ерлі зайыптылардың біріне тиесілі болатын ортақ мүлкіндегі өз үлесіне ғана қолданылуы мүмкін, деп көрсетілген. Мұндағы взыскание сөзін жаза деп аудару қате, дұрысы өндіріп алу. Орысша мәтіні: не выборка покупателем, получателем товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Қазақша былай деп қате аударылған: сатып алушының шартта белгіленген тауар жеткізілімі мерзімінде, ал ол болмаған кезде тауар берушінің тауарлардың дайын екендігі туралы хабарын алғаннан кейін қисынды мерзімде тауарларды таңдамалы тауар берушіге шартты орындаудан бас тартуға немесе сатып алушыдан тауарларға ақы төлеуді талап етуге құқық береді. Дұрыс нұсқасы: сатып алушының тауар жеткізілімі шартында белгіленген мерзімде, ал мұндай шарт болмағанда тауар берушінің тауарлар дайын екені туралы хабарын алғаннан кейін қисынды мерзімде тауарларды таңдамауы тауар берушіге шартты орындаудан бас тартуға не сатып алушыдан тауарлар ақы төлеуді талап етуге құқық береді. Поставка товара: тауар беру емес, тауарды жеткізу. Договор поставки товара: тауар жеткізілімі шарты емес, тауарды жеткізу шарты. После получения уведомления поставщика о готовности товаров, тауар берушінің тауарлардың дайын екендігі туралы хабарын алғаннан кейін. По нескольким договорам поставки деген сөз тіркесі тиісінше тауар берудің бірнеше шарттары емес, тауар жеткізілімінің бірнеше шарттары бойынша. Орысша мәтіні: соглашением сторон могут быть предусмотрены иные основания одностороннего отказа от исполнения договора или одностороннего его изменения. Тараптардың келісімімен шартты орындаудан немесе оны бір жақты өзгертуден бір жақты бас тартудың
өзге де негіздері көзделуі мүмкін. Бұл қате. Дұрыс нұсқасы: тараптардың келісімі мен шартты орындаудан бір жақты бас тартудың немесе оны бір жақты өзгертудің өзге де негіздері көзделуі мүмкін. Құрметті тыңдарман, қазақ тіліндегі терминдер туралы ақпаратты қосымша termin.com.kz сайтынан да алуыңызға болады.